Бүгін мен аргументация туралы сөйлесетін боламын. Оның ішінде аргументтің қалай шындығын дәлелдеуге болады және оның аргументтің маңыздылығын, одан кейін аргументтерді өзара қалай салыстыруға болатындығы туралы сөйлесетін боламын. Жарайды. Біріншіден, аргументтің шындығына байланысты. Неге бұл шындық? Дәйектеменің аргументтің ең маңызды бөлігі болып табылады. Көпшілік дебатерлар, пікірсайысшылар аргументтің ең негізгі бөлігі маңыздылық деп ойлайды, бірақ бұл үлкен қателік болып табылады. Не себепті? Өйткені аргументтің шын өмірде немесе осы қарардың әлемінде шынымен орын алатындығын дәлелдемейінше, оның маңыздылығын көрсету бұл дұрыс емес болып табылады. Бірінші кезекте бұл нәрсенің шын мәнінде немесе шын өмірде болатындығын дәлелдеу маңыздырақ болып табылады. Және бұл шындықты дәлелдеу үшін уақытымыздың ең көп бөлігін жұмсау қажет бөлігі болып табылады. Осы шындық дейтін дүниесі, аргументтің. Не себепті? Өйткені неге деген сұраққа өте көп жауап беруіміз қажет. Бір неге деген сұраққа жауап берген кезде оның артынан 2-3 тағы да неге деген сұрақтар пайда бола береді. Сол себепті шындықпен жұмыс жасау ол уақытымыздың көп бөлігін алады. Және де аргументтің теориялық және практикалық бөлімдері бар. Теориялық жағынан біздер осы аргументтің қалай жұмыс жасайтындығын, қалай шын өмірде қалай жұмыс жасайтындығын барлығын түсіндіріп өткен күннің өзінде де біздер оны практика арқылы бекітуіміз керек. Мысалдар немесе статистикалар тағы басқа дүниелерді көрсетуіміз керек. Мысалға алып қарайтын болсақ, кибербуллингті дәлелдеу барысында біздер осы кибербуллингтің жеңіл екендігін айтсақ болады. Оның анонимді отырып, интернетте, ойындарда, тағы басқа әлеуметтік желілерде отырып алып, басқа адамдарды анонимді расистік, сексистік, тағы басқа нәсілшілдік дүниелерді айтып жазып кете аламыз. Және тіпті егер де анонимді болмаса да, біздің атымыз көрініп тұрса да, біздің тұратын жерлеріміз алыстығынан және бұл дүниенің буллинг жасаудың жеңілділігінен және біздің жазаланбауымыздың арқасынан бұл дүниені жасау оңайырақ, және осының арқасында кибербуллинг бар екендігін дәлелдеу оңай. Бірақ та бұл дүниенің жаңағыдай жеңілділігін қалай түсіндірсек болады? Бұл дүние мектепте буллинг жасағанға қарағанда жеңілдірек. Мектепте сен мұғалімдеріңе, апайларыңа жаман сөздер айтатын болсаң, ол адамдар саған ұрсуы мүмкін, қол көтеруі мүмкін, немесе басқа дүниелер болуы мүмкін, бізде жазалану мүмкіндігі бар. Сол себепті бұл жеңілдірек. Бұл теориялық жағынан өте жақсы дәлелденген болып табылған күннің өзінде де біздер мысалдар және оның қалай жұмыс жасайтындығын, Ресейдегі бір адамның отыруы немесе сенің Қазақстанда отыруының сенің ары қашықтығың және сенің жазаланбай қалу мүмкіншіліктерің туралы, сенің анонимді болып қала беру мүмкіншіліктері туралы және бұның жеңіл екендігін түсіндіру, ол теориялық түрде дәлелденген күннің өзінде де әлде мысалдар көрсету керек, оның қалай жүретіндігін. Не себепті? Өйткені адамдардың көп бөлігі теориялық білімді біліп, оны түсініп тұрған күннің өзінде де шын өмірде қалай жасау мүмкіншілігі бар екендігін әлде толық түсіне бермейді. Төрештер де адамдар болып табылады. Оларға теориядан бөлек шын өмірде шынымен қалай жұмыс жасайтындығын мысалдарды көрсетуіміз керек болып табылады. Бірақ та мысалдар мен статистикалар шындықты дәлелдеу барысында ең маңызды дүниелер болып табылмайды. Бірақ та олар шынайылықты, сенімділікті, төрешіге деген сендіру мүмкіншіліктерін арттырады. Жаңағыдай статистикалар, мысалдар, олар факттар ең маңызды дүниелер емес, бірақ та олар қандай да бір модельді және оның шын өмірде қалай болатындығын көрсету арқылы шынайылықты және төрешінің сеніміне кіруге мүмкіншіліктерді арттыратын болады. Енді осы шындықты дәлелдеуді қалай дамытып алуға болады? Қалай бұл бөлікті жақсырақ дамытып алуға болады? Әр байланысты дәлелдеу. Жаңа айтып өткендей, әрбір жаңа неге деген сұраққа жауап берген сайын бізде жаңадан 2-3-4 неге деген жаңадан сұрақтар пайда бола береді. Сол себепті біздер дайындық барысында өздеріміздің спикерлерімізбен және өзіміз құрастырған аргументке неге деген сұрақтарды өте көбірек дәлелдеу
сұрақ қою арқасында көбірек дәлелдей аламыз, өзіміздің аргументімізді одан сайын мықты қылып ала аламыз. Оны ең жақсы жұмыс жасалған қылып, ең жақсы дәлелденген қылып шығарып алуға мүмкіншілігіміз бар. Бұл өте маңызды бөлік болып табылады. Не себепті? Өйткені осы арқылы сіздердің аргументтеріңіз шындыққа жақынырақ және максималды дәлелденген болып табылады. Одан кейін баламаларды қарастыру. Жалпы пікірсайыста көптеген пікірсайысшылар қателік жібереді, қандай ситуацияда екі экстремалды ситуацияны көрсетеді. Адамдар айтады, бір мемлекеттер енді кезекте экономикалық тараптан дамиды, олар жақсы дамуға жететін болады, экономика өсетін болады, немесе олар кризиске кетеді, осы мемлекет құлдырайтын болады деген екі экстремальный дүниелермен ойнайтын болады. Одан бөлек адам енді кезекте бақытты өмір сүріп кетеді және өз-өзін всегда бақытты сезіне береді, бірақ та екінші тарап айтады, экстремалды, олар өліп қалады, енді олар жаман, бақытсыз өмір сүреді немесе өліп қалады. ЛГБТ-ларды енді барлығы қабылдайтын болады және олар бақытты өмір сүреді, немесе оларды ешкім қабылдамайды және олар бақытсыз өмір сүреді. Олай экстремалды ойнауға болмайды, бұл үлкен қателік болып табылады. Не себепті? Өйткені осы екі экстремалды нүктелердің арасында әлі де басқа да нұсқалар, баламалар өте көп болып табылады. Осы нұсқаларды біздер әлі де қарастыра аламыз және ойын барысында біздің позициямызға жақынырақ нұсқаларды алып көрсете алуымызға болады. Мысалы, жаңа экономикаға байланысты тақырыпта бір жағы енді мемлекет толыққанды дамып кетеді, барлығы жақсы болады, екінші жағы жоқ, бұл мемлекет кризиске кетеді және олар құлдырайды деп айтатын болады. Бірақ та осылардың арасында әлі де басқа да нұсқалар бар. Мысалы, енді осы экономика рецессияға кетеді, тұрақты түрде құлдырап бара жатады, немесе дамып жатады, бірақ та ол даму өте жай жүретін даму болуы мүмкін, немесе инфляция болуы мүмкін, девальвация болуы мүмкін, және осындай әртүрлі нұсқалар өте көп. Осы екі экстремалды нұсқалардың арасынан бізге жақынырағын алып, оны көбірек осы дүниемен жұмыс жасасақ, біздерге ыңғайлырақ болады. Төрешіге түсіндіруге бұл дүниенің шын өмірде болуға мүмкіншіліктері бар екендігін, бірақ та егер де төрешіге экстремалды дәл осылай болады, ең соңғы нүктелерді, крайний нүктелерді айтып көрсететін болса, төрешіге бұл нәрселерге сену өте қиынырақ. Сол себепті әрқашанда біздер екі жаңағыдай экстремалды дүниелердің ортасынан бізге жақынырақ жағын алып көрсетіп, онымен жұмыс жасау бізге оңайырақ болады. Одан бөлек алдын ала қарсылық дейтін дүниені қолдана алуымыз керек. Жалпы алдын ала қарсылық дегеніміз не? Қарсыластарымыздың не айтатындығын алдын ала ойланып, және соған қарсылыққа шығу. Қандай түрлері бар алдын ала қарсылыққа шығудың? Жалпы олардың айтатын аргументтері, жалпы олардың айтатын алаңдарына қарсылыққа шығуымызға болады. Бірақ та бұл жерде біздер айтып жатқан дүниеміз біздің аргументімізге келетін қарсылықтарға қарсылыққа шығу. Біздер аргумент құрастырып жатырмыз, аргументіміздің әлсіз тұстарын байқауымыз керек. Осы әлсіз тұстарға қандай қарсылықтар келу мүмкіншілігі бар? Осы дүниелерді алдын ала айтуымыз керек. Құрметті төреші мырза, құрметті төреші ханым, біздерге осындай қарсылық келуі мүмкін, бірақ олар бұлай жұмыс жасамайды. Бұл тіпті егерде бұл дәлелденсе де, бұл біздің аргументімізді толыққанды құлатуға жеткіліксіз болып табылады деп көрсетуімізге болады. Одан бөлек параллельді байланыстарды көрсету дейтін дүние. Осы жерде бірден параллельді байланыстың не екендігін анықтап алайық. Параллельді байланыс дегеніміз бұл жерде мына жерде көрсетіліп тұр, R және S. R деген ол себеп, причина, S деген ол салдар, последствия. Бұл ең қарапайым логика, пікірсайысшылардың қолданатын дүниесі. Бір қандай да бір іс-әрекет, бір қандай да бір себеп болады, және ол бір қандай да бір жақсы, жаман салдарларға алып келеді. Сол себепті бұл қарарды қабылдауымыз керек, немесе қабылдамауымыз керек. Мысалы, бір адамды пышақтаса, ол өліп қалады. Бұл өте жеңіл байланыс түрі болып табылады. Бірақ та пікірсайыста бізде бұдан да артық жұмысты талап етеді. Не себепті? Өйткені бір ғана себепті құлатсақ, демек біздің салдарымыз орын алмайды. Сол себепті мына
оң жақтағы байланысты қарап көрсеңіздер болады. Бұл жерде бұл біріктірілген байланыс деп аталады. Аты айтып тұрғандай, біздің бір салдарымызға жету үшін біздің бірнеше себебіміз бір-бірінде бірігуі керек және бір сәтте орын алу керек біздің салдарымыз орын алу үшін. Мысалы, пікірсайысқа қатысы жоқ, бірақ мысал, адамдар коронавируспен ауырып қалуы үшін біріншіден қолғап тақпай жүру керек, екіншіден дезинфекция жасамау керек, үшіншіден қолғаптар тақпау жүру керек, қонаққа бару керек және өзінің бет-аузын ұстап жүру керек. Осындай бірнеше себептің біріктірілуінен және осы барлығы біріккен кезде ғана осы себеп салдары болады деген аргумент, осындай байланыс құрастыратын болса, бұл байланыстың негізгі мәселесі бұл жерде осы себептердің біреуін ғана құлатса, демек біздің салдарымыз болмай қалады. Мысалы, бір адамдар қонаққа барады, жаңағыдай бет-аузын ұстайды, бірақ та осы уақыт ішінде олар маскада жүрсе, дезинфекция жасаса, қолғаппен жүретін болса, ол адамдар коронавируспен ауырмайды. Осындай логикамен кез келген берілген себептердің орнын ауыстырып айта берсек болады. Мысалы, адамдар қонаққа барады, маска тағып жүреді, дезинфекция жасайды, бірақ та өзінің бет-аузын ұстай береді деп кез келген бір себепті құлата алсақ, демек те осы байланыс жүйесі құлап қалады. Сол себепті сол жақтағы байланыс жүйесі өте жақсы байланыстардың бірі болып табылады. Бұл аты айтып тұрғандай параллельді байланыс. Енді біздің салдарымызға жету үшін әрбір себеп жеке-жеке байланыс жасап тұру керек салдармен. Адамдардың маска тақпай жүруі коронавируске ауруына шалдықтыруы мүмкін. Адамдардың дезинфекция жасамауы коронавирусқа алып келу мүмкіншілігі бар. Адамдардың қонаққа баруы, жиі баруы коронавируске алып келу мүмкін. Адамдардың қолғап тақпауы, дезинфекция жасамау бөлек-бөлек жасалған кезде, осы байланыс, параллельді байланыстар өте көбірек жасалған кезде, қарсыластарымызға осы салдарымызға алып келетін себептердің әрқайсысымен жеке-жеке қарсылық көрсетіп, оларды құлатуға көбірек жұмыс жасау керек болады. Сол себепті бұл аргумент, осы байланыс жүйесі, ол ең жақсы, ең тиімді болып табылады. Әрқашанда осы байланыстың қалай жүріп жатқандығын төрешіге көрсету міндетті, маңызды болып табылады. Құрметті төреші, байқасаңыз, біз өзіміздің байланысымызды, аргументіміздің байланысын қалай құрастырамыз? Біз айтып жатқан салдарға жеткізетін бірнеше себепті айтамыз, және ол себептер бір-біріне тәуелсіз, және олардың барлығын қарсылық келген жоқ, немесе құлатылған жоқ, және білмеймін, басқаша айтуға болады, әрбір себеп осы салдарға міндетті түрде жеткізеді деп көрсетсеңіздер болады. Ал қарсыластарымыз бір салдарға жетемін деп барлық себептердің бір уақытта болуын қамтамасыз етіп жайында сөйлеп жатқан кезде, демек олардың бір ғана себебі орындалмаған кезде олардың салдарлары да орын алмайды деп міндетті түрде төрешіге көрсету ол маңызды болып табылады. Одан әрі, жаңағы көрсеткен мысалдарды пікірсайыс тілінде жалпы қараларға қалай қолдануға болатындығы туралы мысал көрсетсек болады. Бұл палата қоғамдық орындарда діни киімдермен жүруге тыйым салады. Ашушы оппозиция ретінде дәйектемені дәлелде көрсетсек болады. Бұл радикалдардың санын арттырады. Дінге сенушілердің, сенімді ұстанатын адамдардың арасында радикалдылықты арттыратындығын көрсетуге болады. Бұл діни адамдарды ашуландырады, бұл оларға маңызды. Енді бұл жерде дәлелдеу керек, не себепті оларға діни киім маңызды? Өйткені олар тұрақты құлшылық етеді, олар тұрақты сенім өкілдері болып табылады, олар тұрақты түрде 5 уақыт намаз оқиды, мешітке барады, немесе шіркеуге барып тұрады аптасына 1-2 рет, және осының арқасында, осы тұрақтылықтың арқасында оларға киім, діни киімдерді кию олар үшін маңыздылыққа ие. Енді осы кезде дәлелдеу керек, тұрақты құлшылық қалай киім маңыздылығын көтереді. Біздер көрсетіп берсек болады, олардың сенімдерінде, ислам дінінде
Будданың бір бөлшегінде әйел адамдардың шаштарын көрсету ол жаман, әйел адамдар шаштарын жауып жүру керек. Бұл дүниелер мешітте және шіркеуде тағы басқа жерлерде уағызшылар, имамдар айтып отырады. Әйел адамдардың, ер адамдардың қалай киіну керектігі туралы, олардың жабық жерлері болу керектігі туралы, және осылардың арқасында адамдардың діни киімнің маңыздылығын көрсетуге болады. Енді одан бөлек бұл логикалық байланыста тағы да көрсету керек, олардың болмысы осы діннен қалыптасатындығын, болмастың қалай құрылатындығын, неге дәл осы нәрсе, діни нәрсе, олардың болмыстарында қатты маңызды екендігін көрсету керек. Оны қалай көрсетсек болады? Жаңағы тұрақтылықпен көрсетсек болады. Адамдар бала кезінен 9 жасынан қыз балалар, ер балалар 13 жасынан, олар мұсылман болған, олар намаз оқыған, олар ата-анасының намаз оқитындығын көрген, және олардың міндеттеуіне немесе ынталандырудың арқасында олар да намаз оқыған, олар өмір бақи осындай діни ортада өскен, олардың болмысын, мировоззрениесін, көзқарастарын осы дүниелер қалыптастырған, діни дүниелер, салт жоралғылар, тағы басқа дүниелер қалыптастырған. Сол себепті олардың болмысының маңызды бөлігі осы дін қалыптастырып тұр. Осы дүниенің арқасында оларға дін қатты маңызды. Діннің ішінде осы діни киіммен жүру және барлық атрибуттарды сақтау олар үшін қатты маңызды. Енді киім дінде қаншалықты маңыздылыққа ие? Неге киімсіз діни сенім жоқ, немесе азырақ екендігін тағы да дәлелдеу керек. Жаңағыдай айтып өткендей, адамдардың діни сенімді болған кезде олардың жабық киініп жүру және сүннеттерді сақтауы, білмеймін, тағы басқа дүниелерді, заңдылықтарды сақтау арқасында олар діни атрибуттарды сақтайды және діни сенімділікке ие болады. Және киімсіз неге діни сенім азырақ? Өйткені шіркеуде, мешітте, басқа жерлерде осы киімдерді кимеген кезде оларды жаман адамдар қылып көрсету мүмкіншілігі бар, кәпір деп жаман адам қылып көрсету мүмкіншіліктері бар. Немесе адамдардың өздерінің сенімсіздігі болуы мүмкін. Мен осылай ашық киініп жүрмін, бұл дінімізге сай емес, бұл жаман дүние. Сол себепті дінсіздік секілді көрініп қалу мүмкіншіліктері бар. Енді осы түсінікті болса, баламаларды көрсетуде қатты маңыздылыққа ие. Тіпті егер де біздер осы адамдардың ойларында, болмысында оларға дін қатты маңызды екендігін дәлелдеп болғаны күннің өзінде, неге бұл ашу тек қана радикализмға әкеледі дейтін сұраққа жауап беру керек. Басқа да нұсқалар бар екендігін төрешіге көрсете білу керек. Сондықтан да бірнеше нұсқаны қарастыра білу қажет. Бұл сіздің дәлеліңіздің шындығын арттырады. Мысалы, адамдар енді кезекте радикализмнің қандай түрлері бар, енді оларға тыйым салынған кезде олар жайдан жай басқа мемлекетке көшіп кету мүмкіншілігі бар, немесе осы тыйымдардың арқасында олар енді кезекте қоғамдық орындарға келмей қалу мүмкіншілігі бар, мектептерге бармай қалу мүмкіншілігі бар, балаларының жұмыстарына бармай қалу мүмкіншілігі бар өздерінің, және осының арқасында олар кедей болып қала береді. Экономикалық ситуацияға байланысты олар онсыз да ашылық болып табылады, және осылардың әлсіз болып қала беруі және олардың қысымға қала беруі олар ешқашан жойылмайды. Сол себепті осындай нұсқалардың бар болған кезде, бұл нұсқалар біздің радикализм дейтін дүниемізге жақынырақ орналасқан нұсқалар болып табылады. Олардың жұмысқа, мектепке бармай қалу, немесе басқа жаққа көшіп кетуі, немесе митингтерге шығу, көтерілістерге шығу мүмкіншіліктері, бұл дүниелер радикализмге жақынырақ, және бұл шын өмірге жақынырақ, және бұған сенуде оңайырақ. Сол себепті бұл дүниелер төрешіге қабылдауға оңайырақ. Жай осы просто так, жай ғана олар енді кезекте просто радикалды болып кетеді деген жай ғана осы нәтижені көрсеткенге қарағанда, осындай нұсқаларды көрсету арқасында радикализмнің мүмкіншілігі жоғары екендігін көрсету, бұл әлде қайда жақсырақ болып табылады. Енді
параллельді байланыстар туралы тағы сөйлессек, енді осы дүниелерді дәлелдеп болғаннан кейін, бұған дейін біздер олар үшін діннің маңыздылығын түсіндіріп болған болсақ, біздерде әлі де басқа да байланыстарды көрсетсек болады. Біз әлі де дене автономиясы туралы сөйлессек болады, таңдау құқығы туралы сөйлессек болады, сенім бостандығы туралы сөйлессек болады, өзін өзі көрсете алу, самовыражение деген дүниені көрсетсек болады, бақытты болу құқықтарының тапталуы туралы сөйлессек болады. Енді кезекте адамдар өздері қалаған киімді киіне алмауы, өзінің денесіне не кисе де өзінің білуі, және өзінің сенім бостандығын, жаңа айтып өткендей, дін маңызды, діннің ішінде киім маңызды, демек оларға сенімнің де қатысы бар, сенімнің де шектеулі болып жатыр, демек ол сенім бостандығы да бұзылып жатыр. Өзін өзі көрсете, самовыражениясын қандай киім кисе де, қалай жүрсе де, өзі қалай бақытты сезіну керек дейтін дүниелерді әлі де шектеп жатырмыз. Бұл дінге қатысы жоқ бөлек байланыс болып табылады. Салдарларға алып келетін, радикализм алып келу мүмкіншілігі бар. Осы құқықтарды, осы принциптарды бұзатын болсақ, бұл тағы бір параллельді байланыс болып табылады. Бұдан бөлек тағы бір параллельді байланыс көрсетсек болады. Енді кезекте үкімет пен діни ұйымдар арасындағы түсініспеушіліктер мен қақтығыстар туралы сөйлессек болады. Үкімет тарапы осындай киімдерді киюге болмайды деп насихаттайтын болса, діни уағызшылар, діни адамдар, діни ұйымдар осындай діни киімдерді киюге үгіттейді, уағыз оқиды, оларды міндеттейді. Осының арқасында үкімет пен діни ұйымдардың арасында түсініспеушіліктер, қақтығыстар, конфронтация болу мүмкіншіліктері бар. Енді аргументтің маңыздылығы туралы, бұл неге маңызды дейтін сұраққа жауап беру барысында біздер осы маңыздылықтың шындық екендігін көрсетуіміз керек. Мысалы, жаңағы экономикалық тақырыпта кризистің болғаны бұл жаман деп қана айту кету, бұл жаман дұрыс емес дүние болып табылады. Осы маңыздылықтың шындық екенін көрсету, шынымен маңызды, бұл қатты маңызды екенін көрсете білуіміз керек. Мысалы, осы экономикалық кризистің жаман екендігін көрсету барысында біздер тастап кетуіміз мүмкін. Бұл жаман, кризис жаман деп тастап кетуіміз мүмкін. Бірақ та оны әлі де нақтылап жұмыс жасау мүмкіншіліктеріміз бар. Бұл топтарға бөлу дейтін дүние. Кризис жаман кімдерге? Именно дәл кедейлерге. Енді кезекте кедейлер одан сайын кедейірек болады, олардың қаражаттары жеткіліксіз болады, олардың өмір сүру сапасы түседі, тағы басқа маңыздылықты қандай топтарға қойылатын, қандай топтарға әсер ететіндігін жұмыс жасап көрсете алуымызға болады. Неге біздің айтып жатқан дүниелеріміз, байланыстарымыз, аргументіміз осы контекстте маңызды екендігін, дәл осы қарарда, дәл осы контекстте, дәл осы айтылып жатқан дүниенің ішінде, осы контексттің ішінде қаншалықты маңызды екендігін көрсете алуымыз мүмкін. Кейбір жағдайларда біздің айтып жатқан аргументіміз маңызды болғанмен, дәл осы контекстте маңызды емес болуы мүмкін. Бұл релеванттылыққа келеді кішкене. Осы контексттің ішінде маңызды екендігін көрсете білуіміз керек. Одан бөлек өлшемдер, критерийлер қоя аламыз. Ол уақыт жағынан болсын, контексттік жағынан болсын, тағы басқа акторлық кез келген жағынан өлшемдер арқылы осы маңыздылықтың қаншалықты шындық екендігін әлі де көрсете аламыз. Осындай уақыттың ішінде адамдар жұмыссыз болады, бір жылдан кейін барып олар айлық ала алады, немесе басқа дүниелерді көрсетуге болады. Уақыт перспективасын, географиялық перспективасын, өте көптеген критерийлер, өлшемдер қоя аламыз. Неге? Әрқашан маңызды екендігін, мүмкін осы жағдайдан кейін де, осы жағдайға дейін де бұл маңызды екендігін, әрқашан маңызды екендігін көрсете білу, маңыздылықты көрсете білу аргументтің бір керекті дүниесі болып табылады. Одан әрі бізде уникалдылық, ерекшелік. Бұл неге уникалды, ерекше? Неге қарсыластарыңыз сіз ұсынған нәтижеге жете алмайды? Маңызды емес, ол жақсы дүниелер немесе жаман дүниелер айтып жатқаныңызға байланысты емес. Сіздің жеткізгіңіз келіп жатқан салдарларға, мақсатыңызға неге қарсыластарыңыз жете алмайды? Және бұл жерде тағы бір дүние, тіпті егер жетсе де, неге сіздің импактыңыз, неге сізде көрсетіп жатқан байланыстарыңыз, неге сіз көрсетіп жатқан аргументіңіз маңыздырақ екендігін көрсетуді пікірсайысшылар ұмытып кетеді кейбір кездерде. Мысалы, жаңағы буллингке байланысты тақырыпта, кейбір буллинг тек қана әлеуметтік желілерде, одан бөлек бұл әлемде буллингтің түрлері өте көп. Мектепте, секцияларда, басқа қоғамдық өмірлерде балаға деген буллингтер өте көп. Бірақ та біздер әлі де айта аламыз, осы
буллингтің әлеуметтік желілер арқылы көбірек таралып және олардың өсіп бара жатқандығын осындай уникалдылықты тікелей көрсете аламыз. Және соңғы дүние дәйектемелерді осы аргументтерімізді қалай салыстыру керек өзара. Салыстыру өлшемін критерийін таңдап алыңыз. Осы қарарда жеңіске жетеді, осы дүниенің көбірек жаман әсер ететіндігін немесе көбірек жақсы әсер ететінін кім дәлелдесе, немесе қаншалықты ұзақ уақытта осы дүниелердің бола алатындығын, немесе қаншалықты қысқа уақытта белгілі бір нәтижеге жете алатындығымызды кім көрсете алады, сол жеңіске жетеді деп бір қандай да бір өлшем, қандай да бір критерий қоя білсеңіз, бұл төрешіге өте үлкен көмек болады. Осының арқасында шешім шығару да жеңілірек және тезірек болады. Салыстыру өлшемін әрқашанда көрсетіп, және осы критерийлер бойынша неге сіздің жеңгеніңізді көрсету арқылы аргументтерді салыстыра аласыз. Осы өлшемнің ішінде осы аргумент жеткіліксіз болып тұр, немесе жеткілікті болып тұр деп әрқашанда салыстырып көрсетсеңіз болады. Тағы бір маңызды дүние, сіздің өлшеміңіздің, сіздің қойған критерийіңіздің басқа критерийлерге қарағанда, қарсыластарыңыз ұсынған критерийге қарағанда маңызды екендігін көрсетсеңіз, ол да керекті дүние болып табылады. Бірақ кейбір кездерде қарсыластарыңыз ұсынған критерийлерге де келісетін кездеріңіз болады. Тіпті егер де осы критериймен келіссеңіз де, сол критериймен салыстырған кезде сіздікі неге жақсырақ, маңыздырақ екендігін әлі де көрсете білуіңіз керек. Және де егер сіз өзіңіз ұсынсаңыз, сіз ұсынған өлшем, сіз ұсынған критерий қаншалықты осы тақырыпқа қатыстырақ екендігін көрсету, ол дұрыс шешім болып табылады. Одан бөлек, құндылықты қараларда неге сіздің құндылығыңыз маңызды екендігін көрсету, осының арқасында дәйектемелерді, аргументтерді салыстыра аласыз. Жалпы осы аргументацияға, терең аргументацияға байланысты негізгі түсініктер осы болып табылады.